Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында жасалған өзгерістер жайында айтар болсақ, ерекше сәттерінің бірі бас қаланы Алматыдан солтүстікке, Астана қаласына ауыстырылуы болды. Қазіргі уақытта елордамыздың атауы Нұр-Сұлтан қаласы. Бұл Астананы ауыстыруға жұмсалған саяси ерік күшке деген құрмет сезімін тудыратын айтулы оқиға екендігі сөзсіз. Мұндай процесс мемлекеттік басқару құрылымдарын нөлден құрып, қоғамдағы әртүрлі мүдделер арасындағы тепе-теңдікті табу, сонымен бірге әртүрлі сыртқы талаптардың пікірлерін ескеру қажет болған жағдайда оңай болмайтындығы анық. Идеологияны қалыптастыру жағдайында пікірлер сан алуан болды. Әркім өз жолын таңдауға тырысып бақты. Бірақ оның қандай болуы керектігі туралы нақты түсінік болған жоқ. 1994 жылы 6 шілдеде Астананы солтүстікке, Ақмола қаласына ауыстыру туралы мәселе алғаш көтерілгенде, жаңа Қазақстанның құрылғанына небәрі 3,5 жыл еді. Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно перспективу, вопрос о переносе столицы нашей страны. Кез келген мемлекеттік ауқым үшін бұл мерзім өте қысқа. Сол 3,5 жыл ел үшін ауыр және күн сайын жаңа қиындықтар туындап жатқанда ауыз толтырып айтарлықтай мерзім демес еді. Мұның бәрі қисынды болды және дәл осы жерде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шешіміне сенімділігі мен табандылығы көрінді. Ол көрсеткен саяси ерік жігердің күші болмаса, Астананы ауыстыру ешқашан жүзеге аспайтын еді деп күмәнсіз айтуға болады. 1990 жылдардың ортасы өте қиын кезеңдер еді. 3 жыл ішінде Қазақстаннан 1,1 миллион адам көшіп кетті. Көбісі жұмысынан айырылып, өздерін нарықта таба алмады. Бұрынғы КСРО-ның барлық дерлік елдеріндегі нарықтық реформалар өте ауыр еді. Бірақ 1990 жылдары мұнай бағасы да өте арзан. Барреліне шамамен $10 болғандығын ұмытпауымыз керек. Ешкім олардың қашан өсетінін айта алмады. Сонымен қатар, Қазақстанда құбыр жалғыз еді. Атыраудан Самараға дейін және сол құбыр арқылы жылына 3,5 миллион тонна ғана мұнай экспортталуы мүмкін еді. Жиырмасыншы ғасырдың басында қалада соңғы рет жойқын жер сілкінісі болды. Және оның қайталану мүмкіндігі жайында ұмытпауымыз керек. Үкімет ішінде жойқын жер сілкінісі ең ауыр зардаптар әкелуі мүмкін. Мемлекеттік құрылыс процестерін бастаған жаңа мемлекет барлық ықтимал тәуекел мен жер сілкіністерін болдырмау амалдарын қарастыру керек еді. Тағы бір орында әрі маңызды мәселе аумақтарды дамытуға қатысты болды. Елорда бұл мемлекеттің саяси ғана емес, сонымен қатар экономикалық орталығы, Астананы өзгерту, шеткі аймақтағы экономикалық өсудің жаңа орталығын ашты. Қазақстан Еуразиялық континенттің орталығында орналасқан және солтүстік, оңтүстік және батыс-шығыс бағыттарындағы экономикалық ағындардың орталығы бола алады және соған айналуы тиіс. 20-21 ғасырларда, атап айтқанда, соңғы 100 жыл ішінде Қазақстан астанасының ауысуы, Алматыдан Ақмолаға өзгертілуі 5-ші рет еді. (1917-1920 жылдар аралығында еліміздің астанасы Семей болды. 1920-1925 жылдары РКФСР құрамындағы Қырғыз ССР-ның астанасы Орынбор қаласына көшті. 1925-1929 жылдардағы Қазақ ССР-ның негізгі қаласы Қызылорда қаласы болды. Содан кейін 1929 жылдан бастап алдымен Қазақ ССР-ның, содан кейін 1936 жылдан бастап Қазақ КСР-ның астанасы болып Алматы жарияланды.
Астананы көшіру туралы шешім қауіпті, даулы, түсініксіз болып көрінді. Тек жергілікті мәселелерден бөлек оған қарсы тұру үшін оның дұрыстығына сенім қажет болды. Жаңа Астананың атауының таңдалуына назар аударған жөн. Ол елорда деген мағынаны білдіретін Астана деген атау алды. Командующий гвардией генерал Топпакбаев доставит государственные символы, президентский штандарт в новую столицу Акмолу. Қазақстанда модернизациялау 90-шы жылдардың басынан бастап елдің даму басымдықтарының бірі болды. Ал Азия жолбарыстары модернизацияның ең жақсы үлгісі болды. Сондықтан атау орынды қабылданды. Бұл Шығыс Азия елдерінде қабылданған дәстүрге өте ұқсас. Қытай тілінен аударылған Бейжің солтүстік Астана, Жапон тілінде Токио, Шығыс Астана, Сеулдің ескі атауы Кенсон, Астана деген ұғымды білдіреді. Жапониядағы Киотода аударғанда Астана деген мағынаны білдіреді. Жалпы алғанда, тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан көршілес экономикалық дамыған аймақтарға көбірек тартылды. Осы тұрғыдан алғанда, Нұрсұлтан Назарбаевтың Астананы Қазақстан даласының дәл жүрегіне көшіру туралы шешімі, даму стратегиясын дербес құруы керек елдің жаңа күн тәртібімен жұмыс істеуін білдірді. Елді біріктіру үшін оның айналасындағы адамдар мен идеялардың негізгі ағымдары және негізгі көлік артериялары өтетін географиялық орталық қалыптастыру керек еді. Қазақстанның ішкі аймақтары экономикалық және саяси мүдделер үшін орталыққа айналу қажет болды. Бұл ұзақ мерзімді жоспарлаудың үлкен стратегиялық міндеті. Негізгі мәселе 90-шы жылдардың ортасында КСРО ыдырағаннан кейін көптеген елдерде орын алған жай ғана күн көру жағдайымен тұтастық үшін күресу ғана емес еді. Мәселе елдің келешегін көріп, көптеген жылдар бойы дамуын қамтамасыз ету болды. Сонымен қатар 2019 жылы Қазақстан Астанасының тұңғыш президентінің атымен Нұрсұлтан болып өзгертілуі тек Астананың қалыптасуын ғана емес, бүкіл елді қалыптастыруға жұмсалған күш-жігерді көрсететіні анық. Город Акмола стала столицей независимого Казахстана. Тұңғыш президенттің ел үшін аянбай еңбек еткені сөзсіз. Сондықтан да ел ризашылықпен жауап беріп, оның сіңірген еңбегін атап өтті.